Маевка сезоны басталды. Осыған орай шашликті дұрыс маринадтау, дәмі сочный болып шығатын рецебімен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге мен Әлден Гаухар. Міндетті түрде парақшама тіркеліп алыңыз. Біз акарачка және утка түрін маринадтайтын боламыз. Мына жерде міне кесілген акарачка, осылай кесіп алып, тұзын себеміз. Одан соң паприкадан себесіздер. Қызарту мақсатында және шашликке арналған дәмдеуіштен себеміз. Әрі қарай жуамызды молырақ сеуіп қосамыз. Одан соң майонезімізді себеміз. Әдемі болып шығатын рецепт. Одан соң қызыл бұрыштан аздап сеуіп жіберіңіздер. Және міндетті түрде кинза жапырағы. Менде мына жерде бірақ петрушка болды. Қолымда петрушка қолдандым, бірақ сіздер кинза түрін қолдансаңыздар керемет болып шығады. Ендігі мақсат жақсылап тұрып қолмен мұжып тұрып араластыру. Сонда жақсы сінетін болады. Мінекей осылай араластырып, кемінде 3-4 сағатқа бетін жауып маринадқа қалдыратын боламыз. Сонда дәмі өте ерекше болып шығады. Бұл бізде акарачканың маринадталған түрі. Енді утканы маринадтаймыз. Утканы да дәл осылай кесіп алып, тұзын себеміз. Әрі қарай приправа себеміз, шашликке арналған. Қызыл бұрыштан себеміз мінекей. Және кинзадан қосасыздар. Менде мына жерде тағы да петрушка болды. Және жуадан қосамыз. Әрі қарай майонезімізді сеуіп, жақсылап тұрып мұжып араластырып, бұны да 3-4 сағатқа қалдыратын боламыз. Паприкадан сеуіп қойыңыздар, сонда әдемі қызарып тұратын болады. Маринадқа жібереміз. Екі түр, мына жерде мінекей утка, мына жерде мінекей акарачка. Осылай екі түрін маринадтап қойдық. 3-4 сағат өткеннен кейін пісіруге дайындайтын боламыз. Мына жерде мінекей шашлигімізді жинақтап түйіп жатырмыз темірге. Табиғатта піскен тамақтың бәрі дәмді болады. Одан соң осылай шоғына пісіретін боламыз. Дәмі сочный болып шығатын ерекше рецептпен сіздермен бөлістім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшама тіркелуді, қазақ тіліндегі YouTube каналымды қолдап, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Осымен сочный, мощный болатын түрінен де айтып тұр, қандай болып шыққаны. Шашлигіміз дайын, ас болсын. Міндетті түрде осы парақшама рецепттерді жүктейтін боламын. Сондықтан қоңыраушаны басып, парақшама тіркеліп алыңыз. Ас болсын. Иісінің өзі қандай мұрын жарып барады. Сіздер де шашлик жасап қыдырып қайтыңыздар.